Ассаламу алейкум, қадірменді телекөрермендер. Қазақстан Шымкент телеарнасында дін және дәстүр. Бүгінгі тақырыбымыз бүгінгі ұрпақ, ертеңгі болашақ атты тәрбиесі болмақ. Осы тақырыпты кеңінен қозғау үшін және халқымызға тұшымды жауап айту үшін студиямызға қос бірдей қонағымызды шақырып отырмыз. Қонақтармен таныс болайық. Бірінші Медет Мұзаппарұлы, Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат және дін істер басқармасы әлеуметтік бастамалар орталығының маманы, және Арман Қуанышбай дегі теолог, дінтанушы. Қош келдіңіздер. Қош келдік. Бүгінгі жалпы тақырыбымыз бүгінгі ұрпақ, ертеңгі болашақ. Мен осы бірінші сұрақты Арман Қуанышбайұлы ұстаз сізге қойғым келіп отыр. Жалпы қазақ халқында ел болам десең бесігіңді түзе деген сөз бар. Бірақ ол сөз кішкене кеш айтылған дейді. Ел болам десең анасының құрсағындағы бесіктен бастап тәрбиелеу керек деп айтады. Осы жөнінде жастар және жастардың болашағы жөнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламнан қандай хадис өсиеттері қалған? Осы жөнінде бір сөз тірек етсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның осы жастар жөнінде айтылған сөздері өте көп. Оны мүмкін бір сағатта, бірнеше сағатта айтып тауысу мүмкін емес шығар. Дегенменен осы жастардың исламдағы орны немесе өмірдегі орны жайлы айтылған бірнеше бір тұжырымдап айтатын сөздерін келтірсек болады. Оның біріншісі, мүмкін осы өмірдің ең маңыздысы сол болу керек шығар. Пайғамбарымыз айтады, 7 тайпа адам бар. Солар қиямет қайымда менің жағдайым қандай болады деп халықтың барлығы уайымдап тұрған кезде, еш уайымсыз, еш қайғы, қасірет қиналмастан Алланың аршының саясында 7 тайпа адам тұрады. Солардың бірі өзінің жастық шағын исламда, имандылықта өткізген жігіттер мен қыздар деп айтады. Яғни өзінің осы жастық шағының күш қайратын, жігерін имандылықпен өткізу жайлы пайғамбарымыз сол бір ісін шақырып кетеді. Және осы нүктені пайғамбарымыз және бір сөздерінде жалғайды. Мына адам баласы 4 нәрсенен сұралмай қабірге жатқанда ол ешқандай сауал жауапқа өтпейді деген сөздер де бар. Немесе қияметте сауал болмайды дейді. Қандай жағдайда да осы 4 мәселені үлкен жоғарыға қояды адам өміріндегі. Соның бірі ол жастық шағын қайда жұмсадың деп сұрайды дейді. Қарасаңыз, адамның өмірі жайлы сұрайды деген сөз де бар. Бірақ соның жанында айтады, өмірінен кейін жастығын сұрайды. Сонда бүкіл өмірі бір бөлек, ал жастық шағы ол кісінің бір бөлек саналатын сияқты. Себебі жас адамның мысалы қолынан келетін ісі көп. Жас адам қайраттанса қаражатта табады. Қайраттанса алдындағы көп нәрсені, ауыртпашылық, қиыншылықты көрмей-ақ сол жастықтың буымен көп жетістіктерге жетеді. Мүмкін содан шығар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жанындағы көп адамдар, осы сахабалардың көпшілігі жастар еді. Пайғамбарымыз тіпті оларды жігіттер деп ат қойып қойған. Сонда бір кісі сұрайды, жігіттер дегеніміз ол қалай дегенде, жігіт дегеніміз 15 жас пенен 60 жастың арасы дейді. Міне осы аралықтағы азаматтардың көпшілігі біздің қазақтың даласына да осы дініміздің, асыл дініміз исламның келуіне себепкер болған осы жігіттер еді. Мысалы айта кеткім келетіні, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Мекке дәуірінде өмір сүріп жүрген кезінде қатты діннен қысым көреді. Содан бұл кісіге осы дінді жаю мәселесін басқа өңірде өткізу ой түседі. Соны Алланың рұқсатыменен бұл кісі көшуге Алладан үкім күтеді. Алла үкімін берген уақытта бұл кісінің өзінің ойында 2 жерге көшу болады. Бірі Йемен жерінде Архаб деген, Сана қаласының жанында Архаб деген елді мекен. Ал екіншісі көне Ясриб, яғни Мадина қаласы. Осы 2 жер бұл кісінің ойына келеді. Содан Аллаға таңдау салып, бұл кісі осы құрбан айт кездерінде уағыз жасап жүргенде 2 жақтың да жігіттері келеді. Мадиналықтар да, йемендіктер де келеді. Бірақ
байқасаңыз келесі жылы уәделескен кезінде келесі жылы кім келеді сонымен бірге кетемін деп пайғамбар келгенде йемендіктер алла бұйрығыменен келе алмай қалады да Мадинаға бұйырып кетеді. Бірақ сонда Мадинаға пайғамбарымыз өзі бармастан бір жыл бұрын, мен бір жыл кейін барайын деп, сол бір жыл бұрын өзінің өкілін жібереді. Сол өкілдікке бара жатқан жігіт Сәйид ибн Мұсайяб деген жігіт болады. Жаңағыдегі біреулер Мұсаб ибн Умар деп те айтады. 18 жасар меккелік жігіт болады. 18 жас, ойлаңызшы, қылшылдаған нағыз жас жігіт. Сонда Мадина қаласына келіп, сол жігіт бір жыл уағыз жасағанда бір үй ғана намазхан болмай қалды дейді. Қалған бүтін Мадина сонда 99.9% деңізші. Бір Мадина қаласын 99.9% етіп имандылыққа келуіне себепкер болған 18 жасар жігіт. Пайғамбарымыздың өкілі, пайғамбарымыз келмей тұрып, сол пайғамбардың келуіне осы халықты дайындаған, имандылықты, исламды дайындаған осындай азаматтар болған екен. Сон айтқым келетін мәселе, пайғамбарымыз жастарға өте көп мән берген. Олар осы өмірдің, болашақтың, бір үлкен мемлекеттің тірегі екендігін атап өткен, және өмірін бекер жібермей, осы жастықтың қайратын, жастықтың буын жақсылыққа жұмсауға шақырып кеткен. Машалла. Осы жерде бір Арман Қуанышбайұлы бір сұрақ түйіліп отыр. Жалпы біздің қазақ хандығы Керей мен Жәнібектің уақытында басталды. Арада қазір 550 жыл өтті. Сол бабаларымыздың тарихтан көз жүгіртіп қарайтын болсақ, елім деген еңіреген жастар өте көп болған. Енді қазіргі жастармен олардың болашағы, және сол замандағы біздің алдыңғы бабаларымыздың жастығы мен олардың болашағының айырмашылығы неде деп ойлайсыз? Қандай зат бізге қазір жетпейді деп ойлайсыз? Енді әлбетте ол кез жаугершілік заман еді. Біз енді қазір жастарымызды айыптауға Құдай сақтасын. Себебі қараңызшы, қай мешітке кірсеңіз де 90%-дің үстінде жастар. Ол өте бір жүрекке қуаныш сыйлайды. Себебі сол жастар енді бір 20 жылда қария болады. Яғни мешіттеріміз сондай үлкен келешек ұрпаққа толып келе жатыр деген сөз. Мешіт сүйетін, Алланың үйіне көп баратын қауым келе жатыр деген сөз. Бірақ дегенменен енді бұрынғы осы қазақтың тарихына үңіліп көрсек, ол заман мен бұл заманның айырмасы біраз бар ғой. Ол кезде жаугершілік заман еді. Бір ғалым кісі айтып кеткен екен. Сондай бір жаугершілік, сондай бір қыспақтың арасында өскен жастар әлде қайда болашақтың жаңағыдегі ойын көп ойлайды және еркіндікке құмар келеді дейді екен. Қазір осы біздің жастарымыз болса, егемендігімізді алдық, еркіндігіміз қолымызда, соны кейде сезінемей қаламыз. Кейде жастарымыз жастық максимализм дейді ғой. Жастықтың буына, албырттығына салып, батысқа, немесе арабтарға, немесе түріктерге, пакистандықтарға еліктеп кетеді. Дін жағынан болсын, дәстүр жағынан болсын. Осы жағы әлбетте қатты қынжылтады. Яғни жігіттігімен талассаң талас, жігіттің бағымен таласпа деген қазіргі уақытта жаугершілік емес, тыныш, зайырлы мемлекеттің уақытында тек осы үлкен бақытты бағалай білген ғана қазақтың баласы бақытты дегеніміз альхамдулилля деп ойлаймыз. Келесі мен сұрақты Медет Мұзаппарұлы сізге қойғым келіп отыр. Жалпы өзіңізде қазір шамамен сол 20 мен 25-тің арасындағы жас жігітсіз. Қазіргі уақытта мемлекетіміз, президентіміз үнемі осы жастар жайлы көп қозғайды. Яғни ол жастар біздің болашағымыз деп қатты қозғайды. Және мемлекетіміздің өзі қазір жастар жөнінде кәдімгі үлкен бағдарламалар түзіп жатыр. Сол қазіргі жастарымыз сол мемлекеттің жастарға деген көзқарасының үлкен құрметпен, үлкен программамен келе жатқан жастар соны сезініп ала жатыр ма? Сосын бұл қазіргі жастар жас қанат, Нұр Отан жас қанат, жалпы дін істері басқармасындағы әлеуметтік бастамалардың сіздермен байланысы қандай деңгейде? Біріншіден, қазіргі таңда елімізде жастар саясатына сіз айтпақшы, елбасымыз әрбір халыққа дәстүрлі жолдауларында жыл сайын жастарға бір бағытты арнайды. Және оларға ашылып жатқан кең даңғыл жолдарды, олардың оқу мәселесінде, денсаулық сақтау мәселесінде, елге қызмет, олардың білімін көтеру, тәжірибесін
қазіргі замандағы жаңа технологиялық медиа жоспарларды игеру, инновациялық технологияларды ортаға қалыптастыру деген секілді жобалармен қазір елбасымыз түрлі әр жолдауларында баса назар аударып жатыр. Өйткені қазіргі таңда біз 21 ғасырда техника мен технологиялардың дамыған заманда өмір сүріп жатырмыз. Атам қазақ айтады, бұлақ көрсең көзін аш дейді. Яғни бұлақ қайдан шығады? Ол жастардан жалындаған, өзінің бойында күші бар, өзіне деген сенімі бар, ертеңгі болашағына деген өзінің көзқарасы қалыптасқан азаматтардан шығады. Сонымен қатар Ахмет Байтұрсынұлы бабамыз айтады, жұртым балам дейтін жұрт болмаса, жұртым дейтін бала қайдан шығады дейді. Қарап отырсақ, атам қазақ, болар баланы бетінен қақпа, белінен бу деген. Қашанда қарасақ, болашағы бар, өзінің алдына қарай нық сеніммен қадам тастаған әрбір жасқа белінен буып, оған ақ батасын беріп отқан. Яғни қазіргі елбасымыздың ұстанған саясатына қарайтын болсақ, болашақ бағдарламасы арқылы біздің мемлекетіміздің жастары көптеген мемлекеттерде оқып келіп жатыр. Және ол бір ғана бағыт бойынша емес, өздерінің қалаған бағыттары бойынша да білім алып келіп жатыр. Яғни осы білімдерімен ол мемлекет қалып қана қойып жатқан жоқ, қайтып келіп өзінің кіндік қаны тамған жер отанына қызмет етіп жатыр. Мына өзіңіз айтпақшы, қазіргі таңда Нұр Отан партиясының жанынан Жас Отан жастар қанаты ашылған, Жастар альянсы, әрбір басқармалардың қасынан жастар басқармалары жұмыс жасап жатыр. Яғни қазіргі таңда еліміздегі аға буын өкілдері не ғана сенім артып қана қоймай, неміс ақсақал өкілдеріне ғана сенім артып қоймай, мемлекеттік саясатта сол аға буынның тәжірибесін жастармен алмаса отырып, ертеңгі сенім, ертеңгі болашақ осы жастардың қолында деп, мынау Арман ұстазымыз айтып кеткендей, тәуелсіздік алу бір бақыт, кез келген халық, кез келген мемлекет үшін ол тәуелсіз болудан артық бақыт жоқ. Ал тәуелсіз мемлекет үшін ол бейбітшілік және одан тыныштықтан артық бақыт жоқ екенін қазіргі жастар түсінеді деп ойлаймын. Соның салдарынан болу керек, қазіргі таңда жастарымыз көптеген салаларда белсене араласып жатыр және оған мемлекетіміз де мейлінше өзіндік оң көзқарастарын танып жатыр және жастарға бағдарламалар, мемлекеттік бағдарламалармен жұмысқа орналастыру, қазіргі таңда дипломмен ауылға бағдарламасы, сонымен қатар жастарға мемлекеттік бағдарламамен үй, баспана беру, олардың жалақысына көмектесу, отбасы құруына жағдай жасау, және әлеуметтік жобаларда және ғылыми ізденістердің баршаларында оларды қаржылай демеу көрсету арқылы қазір мемлекетіміз жағдай жасап келе жатыр десек қате айтпаған боламыз. Алла риза болсын, өте тамаша жауап берді. Арман Қуанышбайұлы, сізге осы тағы бір жастардың арасындағы көп мәселе қозғалатын бір сұрақ. Жастарға не жұмыс жасап жатыр десең, жұмыс жоқ, жалақы аз деп айтып жатыр. Егер жастарға жұмыс өте мол болып, олардың жалақысы олар ойлағандай емес, жоғарғы деңгейде болса, мысалы бір жастың жұмысы 200 мың теңге айына жалақы алатын болса, сол жалақыны ұстап тұратын жастарда бізден мәдениет, тектілік, ар, намаз, ождан, иман, осы тақырыпта ондай үлкен жалақыға ұстап тұра алатындай деңгейдеміз ба қазір? Әлбетте, осы бір мәселеде қозғалатын орны бар. Себебі жоғарыда мен айтып кеткендей, мынау аштықтың дәмін татқан, қиыншылықтың дәмін татқан адам жақсылықтың қадірін біледі. Ал кейбір жастарымыз расында да қазір қынжылтап, ата-анасы дайын ас береді, дайын киім береді. Енді келіп өзінің маңдай терін төгіп, еңбек етіп, сол ісіне жараса өзінің тапқанын алудың орнына көп жастарымыз кейде бірден аяқ астынан байы қалсам, аяқ астынан осы келген нәрсе маған төбемнен түсе қалса дейді. Ал енді сауалыңыз осы жерден шығады ғой, жарайды. Ал сол төбеңнен түсе қалса, соның қадірін білесің бе? Соны қайда жұмсар едің? Жақсылыққа ма? Жоқ әлде тапқан таянғаныңды арақ шарап, бекерге ойын күлкі, бекерге секіресіз бе? Мысалы, мынау мектеп қабырғасында жүргенде оқитын едік қой. Құмырсқаменен инелік жайлы. Инелік жаз бойы секіріп, бүкіл осы жаздың барлығын далаға өткізіп, уақыттың бәрін зая кетіріп, қыс болғанда құмырсқаға келгендігі. Сонда жаз бойы енді ән айтсаң, қыс бойы енді бейбеле дейді ғой. Дәл сол сияқты Алла тағала кеңшілігін беріп тұрған азамат болса, сол таршылығында ойлап қимылдағаны дұрыс болады. Мынау жастарға айтқым келетіні, пайғамбарымыздың бір әсем сөзі бар. Алла тағала айтады екен, кімде-кім мені таршылығында ұмытпаса, кеңшілігінде ұмытпайтын болса, таршылығында мен де ұмытпаймын дейді екен. Яғни сізге Алла Құдай қандай да бір кеңшілік берсе, дүние жағынан, ата-ана жағынан, дос-жаран жағынан, білім жағынан,
соны жақсылыққа қарай пайдаланып қалу міндет болады. Алланың шүкірлігі болады екен. Өйткені Алла Құдай бір адамға берген нығметін өзі көргісі келеді. Жақсылыққа жұмсағанына тәнті болып, жақсылыққа жұмсауын қалап отырады. Осы жастар осы мәселені де расында да ұмытпаса екен. Қолыма қандай да бір бақ қона қалса, соны жастықтың албырттығына салып, бекерге уақытымды өткізбей, ойын күлкі, секіріп өмірге бір келдің ғой деп жатыр ғой дегендей бекерге құртпастан, өзінің болашағын, осының елінің болашағын ойлап кетсе екен деймін. Сөз соңында бір кішкентай қосымшам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні мешіттен шықса, 15 жасар екі жігіт отыр екен мешіттің алдында. Сонда келіп амандасқасын екеуі. Екеуінен сұрайды, пәленше, жағдайың қалай дегенде, қараңызшы, біздің қазіргі 15 жасар жігіт қалай жауап берер еді деп ойлайсыз. Сонда әлгі жігіт орнынан тұрып, уа Расулалла, жағдайым қалай болушы еді? Оң жағымда жәннат, сол жағымда дозақты көріп тұрғандай өмір сүріп жүрмін деген екен. Яғни 15 жасар жігіттің алдындағы қам қайғысы, алдындағы қойған мақсаты ірілігін қараңыз. Ал біздің кейбір жастарымыз расында да 25-30-ға келсе де бір семьясын алып жүре алмай қалатыны, семьяның тіпті алып жүре алмай ажырасатындығы, немесе қолына бір әжептәуір 25-30-на келіп бір мамандық егесі болғасын, ол кісінің қолында құжаттары дұрыс екен, білімі жақсы екен де бір әжептәуір қызмет берсе, сол қызметін кейде көтере алмай бүлдіріп, жаңағыдегі бір жағы тек қана мінез жағынан да емес, өзінің бір тәрбиесіздік, кейде бір өзінің бір тәжірибесіздік жағына қарай салынып кететіндігі қатты қынжылтады. Осыдан Құдай сақтаса екен, осындай нәрседен аулақ болсаңыз екен дегім келеді. Және пайғамбарымыздың бір әсем сөзімен аяқтағым келгені, пайғамбарымыз айтады, мен халқымның, яғни осы мұсылман үмметімнің дегені ғой, мұсылман үмметімнің кедей болып кеткенінен қорықпаймын дейді. Өйткені қараңызшы, біз қанша қыспақ кедейшілікті көрсек, осы сол бізді біріктіре білді, бізді бір-бірімізге мейірім алып келді. Бәлки деді пайғамбарымыз, мен халқымның алдында Алла Құдай дүниені беріп, сол дүниеге таласам деп бір-бірінің мойнына қылыш салады-ау деп қорқам деген екен. Ал қазір кейбір азаматтарымыз тоқшылықтан секіргені сонша бір енді айтуға келмейтін іс-шараларға барып жататындығы ауыр болады екен. Алла риза болсын. Өте жақсы жауап болды. Жалпы астыңда тағың болмаса да, басыңда бағың болсын. Тәттіге қардың аш болса да, көңілің иманға тоқ болсын. Кейбір жігіттердің астында тағы болады, бірақ басында бағы болмайды. Кейбір жігіттердің тәттіге қарындары тоқ болғанмен, олардың жүректері иманға аш болады дегендей. Осы келесі сұрақты Медет Мұзаппарұлы сізге жалпы қазіргі жастарымыз болашақта өз іргетасын қалайтындай, осы елін, жерін, осындай жігіттің жігіттігімен талассаң талас, жігіттің бағымен таласпа, кең болсаң кем болмайсың, тек жүрсең тоқ жүресің деген осындай бір жақсы болашаққа іргетасын қалау үшін жастарға қандай ақыл айтар едіңіз, өсиет айтар едіңіз? Қазіргі таңда мынау бейбітшілік заманда, ғылымға, білімге, елге қызмет етпеген заманда басқа шаруамен айналысу мүмкін, бос әурешілік болар. Теректі қарасақ түзу өседі. Алып бір үлкен теректің жанына кішкентай ғана терек ағаш отырғызатын болсаңыз, ол да сол терекке ұқсап алып болып өседі. Яғни ол дегеніміз адамның түзу болып, адамның имандылықпен қалыптасуында оған сондай бағыт-бағдарды, жолды көрсететін, атмосфераны қалыптастыратын қоғамның да сондай тәрбиесі болуы керек. Мына көктем келіп, күн жылып, ағаштың өзегіне нәр барған сәтте, оның жапырақ жайып көгеретіні секілді, адамның да жүрегіне имандылық, ар-ұят мекендеген кезінде, оның да әрбір ісінде, әрбір тірлігінде ұяттың, иманның, сондай бір сабырдың біз бейнесін көріп отырамыз. Қазіргі таңда кез келген білім саласы болсын, отанға сүйіспеншілік, елге қызмет саласында бізге жетіспей жататындығы, мынау жүректегі имандылықтың аз болып жататындығы. Мынау сондықтан да кейбір бауырларымыз тәкаппарлыққа беріліп жатады, не болмаса мемлекеттің қаржысын талан-таражға салып жатады. Пайғамбарымыз айтқан ұят иманнан деп, яғни оның жүрегінде имандылық мекендейтін болса, жаңағы талдың жапырақ жайғаны секілді, оның да қызметінде мемлекетке деген берекесін, жемісін көріп жатады. Қазіргі жастарымыз біз қарап отырсақ, көбінесе ғаламтор беттерінде, әлеуметтік желі беттерінде бос әурешілікке салынып жататындығын да біз көріп жатамыз. Мынау
адамға өмір бір рет беріледі, яғни сіз бен біздің өміріміз Алла тағала ғұмырымызды өлшеп бергені секілді жастық шағымыз да бізге бір рет беріледі. Ал ол жастық шақтың ең маңызды сәті бұл мемлекетіміз үшін, дініміз үшін аянбай қызмет ету, сол жолда күресу, сол жолда білім алу, сол жолда іздену. Яғни жастық шағымыз, өміріміз қайтып келмейді. Ал сол жастық шағымызда алған біліміміз де бізге тасқа қашалған жазу секілді ол да қайтып келмейді. Яғни мәңгілікке қалыптасатын дүние болып есептеледі. Ал қазіргі жастарға айтарымыз осы бейбітшілік заманда ғылымды, білімді іздене отырып, осы бейбітшіліктің қадірін біле отырып, мемлекетке аянбай еңбек етуден, ата-ананың разылығынан, көпшіліктің, қоғамның разылығынан артық дүние жоқ шығар деп ойлаймыз. Алла риза болсын. Жалпы жастарымыздың барлығы жаман деп айтпаймыз. Аллаға шүкір, өздеріңіз де хабардар болып жүрсіз. Қазіргі жастарымыздың көбісі мемлекетіміздің туын желбіретіп, басқа мемлекеттерде Қазақстан мемлекеті бар деген танытып, шоқтығы биік жастарымыз бар. Бірақ Мөңке бидің 250 жыл бұрын айтып кеткен сөзіндей, ақырғы заман жастары қосылмас ешбір бастары, біріне бірі қастықпен қойына тыққан тастары, өнімсіз іске шеп-шебір майданға түспей несі өнер, сиырша тойып мас болып өреге келіп сүйкенер деген. Ал Алла сақтасын, бұндай жастарымыздан жүрегінде оты бар, жүзінде ибалығы бар, ұяты, кәдімгі шоқтығын биік ұстаған қыз және ер балдарымыз мол болуын Алла нәсіп етсін деген келеді. Біздің уақытымыз да кішкене таяп келе жатыр. Соңғы сұрақты Арман Қошқарбаев сізге қойғым келіп отыр. Жалпы жастардың тәрбиесі, шоқтығы биік болу үшін, олардың болашағының іргетасы жақсы қалану үшін, ол жасты қай уақыттан бастап тәрбиелеу керек? Әлде ол анасынан бастап тәрбиелене ме, әлде тектілікке байланысты ма? Әлбетте, енді тектілік демекші, тектілік дегенде талас бар. Біреулер ойлайды, тектілік деген ол тек қана қан деп ойлайды. Яғни менің ата-анам осындай жақсы адам болған, мен де жақсы болуым міндеттімін дейді. Дегенменен білесіздер ме, көп адамдар бар, жетім келген дүниеге, ата-анасы жоқ. Бірақ мысалы кейбіреулер, Құдай сақтасын, руында біле алмас. Бірақ дегенмен еліне сонша қызмет қылғандығы, елі аузынан тастамай жүретін адамдар болады. Ал біреулер бар, сондай керемет, текті жанұядан келеді де, тексіздің тірлігін басып, сонша бір жаман жолға түсіп те кетеді. Соны ойланып, қарайсыз да айтасыз, бұл бәлки сол Алланың біріншіден басқа салған бір тағдырынан ба дейсіз. Ал негізінде тағдыр ол адамның қолындағы іс. Адам өз өмірін осы дүниеде өзі таңдайды. Тәрбие бірінші орында әлбетте ата-анадан. Ата-ана өзінің баласы туылмай тұрып Құдайдан сұрау керек екен. Абай атамыздың сөзі әлбетте еске келеді. Абай атамыз бір сөздерінде мынау мағыналай айтқанда айтады, сен адам Алладан бала сұрайсың дейді, бірақ неге сұрайтыныңды білмейсің деген мағынада айтады. Менің ұрпағымды жалғасын дейді. Сонда сенің ұрпағың соншалық бір тап-таза ма екен, сені жалғап кететіндей. Немесе менің ондайымды алсын, мұндайымды алсын, сен соншалық өнері қолыңнан тамып тұрған бір азаматсың ба? Жоқ, сенен басқа туылмайтындай бір сондай бір керемет тұлғасың ба дегендей. Рас қой. Бәлки адам Құдайдан кейбіреулер әйтеуір бала сұрайды. Ондай дұрыс емес. Құдайдан әйтеуір бала берген жақсы болмайды. Алладан адал бала және арлы, еліне, дініне қызмет қылатын бала сұрау керек. Ұл берсін, қыз берсін. Бірінші орында Құдайдан сұрап алу. Екінші орында сол дүниеге келісімен оның тәрбиесіне көңіл бөлу. Көп ата-ана мал табам дейді. Көп ата-ана киімін көк қарнын тоқ қылам деп, баласымен сырласуды, баласының тәрбиесін тастап кетеді. Осының салдары ертең сол бала жанұядан бөлек шыққанда, немесе жанұяға жаңадегі кері әсерін соның ішінде жүріп те тегізіп жататындығы бар. Сол үшін қорыта айтқым келетіні, бірінші орында ата-ана баланың тәрбиесіне әсер ететін, туылмай тұрып Құдайдан дұрыс сұрау және соған жағдай сұрау. Өйткені бір қария дүниеден өтіп баратқанда балаларына айтқан көрінеді. Мен сендерге туылмай тұрып бір жақсылық, туылғаннан кейін де жақсылық жасадым депті. Сонда балалар дұрыс, біз дүниеге келгеннен кейін жақсылықтарыңыз өте көп, бірақ біз туылмай тұрып қандай жақсылық жасадыңыз десе, сендерге жақсы ана таңдадым деген екен. Сондықтан бірінші орында жар таңдауға көңіл бөлсек екен. Содан бала жақсы бала ұрпаққа келеді. Ал екіншіден, дүниеге ұрпақ алып келдіңіз бе, онда соған жауапкершілікпен қарау керек ата-ана деген. Тәрбиесіне, сөйлеу мәнеріне, оның жүріс-тұрысына,
киім киюіне шейін барынша тәрбиелеп, үйретіп, әдеттендіріп, сосын балаға бір мезгіл жарайды, жетісіне бір күн, бірнеше сағатты сол баласына уақыт арнап, сырласып, істеріне алға қойған мақсаттарын оңдап отыру керек болады ата-ана. Сонда барып, баланың тәрбиесін ертең жемісін дұрыс көреді. Ой, тамаша, Алла разы болсын. Яғни жақсы жар таңдау үшін егер Фатимадай әйелді қаласаң, онда Хазірет Алидей жігіт бол. Егер Хазірет Али сияқты күйеуді қаласаң, онда Фатимадай әйел бол деген адамның өзіне де көп нәрседе байланысты екен. Алла риза болсын сіздерге. Үлкен рахметін, ризашылығымды айтам. Құрметті телекөрермендер, Алла қаласа келесі эфирде жолыққанша, келесі эфирде қозғалатын тақырыбымыз дін және ғылым. Осы дін және дәстүр тақырыбындағы үлкен осындай Қазақстан Шымкент телеарнасындағы осы тақырыпта, осы бейне сюжетті көрсету үшін Оңтүстік Қазақстан облысы ішкі саясат және дін істері басқармасы әлеуметтік бастамалар орталығының тапсырысымен жүзеге асырып отыр. Алла сіздерге риза болып, келесі эфирде көріскенше аман, сау болуға, Алла жақсылығымен нәсіп етуге, Алла нәсіп етсін дегім келеді.